Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым? Міне мен өткенде сіздерге тігіп, екі жақтама тырнақша, үш жақтама тырнақша деп тігіп жатқандарымның барлығын бір көзін, бір бөлігін, көрпешенің бір бөлігін болдым. Енді осын сіздерге мынандай қойып көрсетемін. Бұл 8 жапырақ, ши құрақтан құралған 8 жапырақ деп айтылады. Жасыл түспен, күлгін түстен құралған 8 жапырақ құрақ. Енді бұл көрпешенің бір бөлігі ғана болып тұр. Осындай 3 бөлік жасасақ, бір көрпеше шығады екен. Сонымен сіздерге осының тігілуін бәрін көрсетейін. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Мына бірінші қатар, мынау екінші қатар, мына үшінші қатар, мына төртінші қатар. Міне осылай тігілетін болады. Жаңа лента болып тігілетін болады. Бұл жерде неге мән береміз? Бұл жерде біз екі көздің біріккен жері тігістері бірдей түсу керек. Тек қана соған мән беріңіздер. Екі көздің, мысалы, бір көзден екінші көз тігесіздер ғой. Соны үшінші, төртінші көзге тігетін кезде сол екеуінің тігілген жерлеріне мән беріңіздер. Мінекей мен тігіп алдым. Оны көрсетіп уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын. Бұл жерде мінекей жаңағы көзбен көздің біріккен жеріне келесі көзбен көздің біріккен жері тура түсу керек. Ортадағы сызық тігістің сызықтар тура түсу керек. Бір-біріне сәйкес келу керек. Сонда мынандай 8 жапырақтарыңыз шығады. Мінекей осындай. Енді өздеріңіз бағасын беріңіздер. Комментарияға сұрақтарыңыз болса қойып кетіңіздер. Міне осы ұқсап мен тігіп алдым. Бұндай 8 жапырақ құрақты мен бұрында да тіккен, бірақ мынандай ши құрақ пен тырнақшадан құрастырмағам. Тек қана қырқып алып, бөлшек-бөлшектен құрастырып тіккен 8 жапырақ көрпешем бар. Бірақ енді мынау өзгеше бола ма деген ойда едім. Міне қазір өлшеп көрсетейін сіздерге. 61 болып тұр сантиметр. Және былай қарайда 61,5. Екеуі жобасы бірдей. Ошым тігістерін алып тастағанда 60 сантиметр болады ғой. Сонда бұдан үшеу қойсаңыздар 1 метр 800 сантиметр. 1 метр 80 сантиметр болады екен. Сонда бір көрпешеміз 2-де 20 шыға ма? Бас аяғына бұның жаңағы су жүргізуге болады. Бұл көрпешенің бас аяғына су жүргізуге болады. Оны да көрсететін боламын. Енді қалай шықты? Бағаларыңызды беріңіздер. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен жауап беруге дайынмын. Төрт жағында өлшедім мінекей. Төрт жағы да бірдей. 61-61-ден шығып отыр. Яғни біздің ортада тіккен көздеріміз өте дұрыс түзу тігілген деген сөз да. Екі жағы бірдей шыққандық, соның себебі. Ұнады ма, ұнамады ма? Қалай сіздерге? Соны жаза кетіңіздер.